қабірде дейді сұрақ қойылған кезде, Алла сақтасын, жаңағы имансыз адамға сұрақ қойылған кезде, мән роббука деп екі періште келіп, ла әдри деп айтады екен. Қараңыз, білмеймін Раббымның кім екенін. Қараңыз, қандай қиын нәрсе да. Ва ма динука, атының не? Ла әдри, білмеймін мен дінімнің не екенін. Ва маза тақулу фи хазар раджули, ал әлгі Мұхаммед пайғамбар жайында не айтасың? Инни самиъту, қараңыздар, яқулуна насу қулан фақулту мислаху. Мен сол әйтеуір қоғамның ішінде жүрген кезде адамдар ол кісі жайында бірдеңке айтып жүретін. Мен де соны айта салатынмын. Қараңыз. Сонда екеуі оған айтады, фаяқулани, екі періште де сол жерде Мұнкар Накир айтады дейді. Ла дарайта ва ла талайта. Дүниеге келген түпкі мақсатыңды да, Раббыңды да, дініңді де, пайғамбарыңды да білмепсің ғой. Қараңыз. Заяға кеткен өмір деп айтады. Ва ма талайта, не Құранды да оқымапсың ғой. Осыны оқиш деп. Қода күнна нағламу иннака тақулу залика. Біз сенен емтиханда сұрамай жатып ақ білгенбіз, жауабыңның осындай болатынын дейді. Қараңыз. Сумма юдробу бимитроқатин. Сосын бір мен хадид темірден болған бір күрзіні көрсетеді көзіне. Сол күрзімен кеп жаңағы байна узунайхи, құлақ шекеден ұрған кезде фаясиху сайхатан ясмағухал холқу илля сақалайни. Шыңғырған даусын күллі жаратылыс естиді дейді. Адам мен жынды айтпағанда дейді. Өздеріңіз білесіздер, далада бір жерлерде жүрген кезде кейде жөн тұрған аттың айғасынан бір үркіп кететіні. Қараға, күллісі естиді, адам мен жыннан басқасы дейді. Міне осындай нәрсені заяға кеткен өмір деп атайды.